TikTokта хит болып жатқан финский блини жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады екен, әрі тез дайындалады. Кәдімгі блиниді жеке-жеке пісіріп отыратын болсаңыз, бұны жай ғана араластырып духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Ортасына не жақсаңыз да өзіңіз білесіз, яғни варенье, немесе сгущенка, варенка, немесе сметанадан крем жасасаңыздар да әдемі болады екен. Бізге қажеті жұмыртқа, менде кішілеу болғаннан кейін 4-еуін қостым. Одан кейін қант, шым-шым тұз, барлығын миксердің көмегімен ағарғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей осылай ағарады. Үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Мен холодильниктен алып құя салдым. Менде бокал 200 мл-лік 2 бокал сүт құйдым. Енді кезекте өлшеммен осылай електен өткізіп ұнымызды саламыз. Видеода көріп тұрғандай 214 грамм салдым. Аз ғана осындай сода қостым. Негізі көп рецептерде сода қоспайды екен. Мен қоспай емес, қосып жасадым, чтобы іші қан болып қалмау үшін. Үстіне ерітілген сары май. Мен қолдың сары майын қостым. Үйде сол ғана бар екен. Барлығын араластырам. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мен 15 минутқа қойып қойдым. 15 минуттан кейін астына пергаментте қағаз төселген осындай формамызға салатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 190 градуста духовкаға пісіріп алатын боламыз. Мен блиниді бастамай тұрып, алдын ала духовкамды қосып қойып барып рецепті бастадым. Сонда қызып тұрады. Мінекей осындай болған кезде, яғни осылай болып піскен кезде духовкадан алатын боламыз. Духовкадан шығарып кішкене уақытқа салқындаттым. Себебі менде ортасына салатын салмасы қаймақты крем еді. Қаймақты кремнің, яғни сметана кремнің рецептін ендігі видеоға салатын боламын. Күтіңіздер. Осылай әдемдеп жағып, орап, холодильникке мен жарты сағатқа салып қойдым. Яғни пищевой пленка орадым сыртынан. Сіздер шыққан кезде ыстықтай күйінде варенье салмасына, яғни сгущенка, варенка салып, яғни жағып, орап, сразу жіберсеңіздер, ол да керемет шығады екен. Осылай холодильниктен кішкене креміміз қатқаннан кейін шығарып, екіге бөліп, үстінен кремімізді жағып, жемістермен үстінен безендірдім. Өте әдемі болып шықты. Балаларыма да барлығына ұнады, маған да. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарияға ойларыңызды бөлісіңіздер және парақшама өтіп тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім Бақытқызы.